Darbuka arasida bu sizlarмен birге егіз жатсам, бүгін біз тілермен функцияларын, графиктер және олардың түрлерін өтетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Бізде ең бірінші функция графика. Функция графика дегеніміз координат алғанда бар x, y түрлерінің жиынтығы деп аталады. Мұнда бізде x тәуелді айнымалы болса, y-іміз тәуелді айнымалы болып есептелінеді. Бұл бізде y тең fx функциясы болып есептелінеді. Ал енді біз y және y тең x квадраттың графигін тапу керек. Ең бірінші керек болады. Бізде x y бөліс керек. X атады. Бізде y x-іміз бірге тең болатын болса, бізде y-іміз birге тең деген сөз. Біз егер x-ның орнына минус бірді қойсақ та, y-іміз бірге тең болады. Себебі бізде x квадрат. Ал енді x тең плюс y-ны алып көретін болсақ, y-іміз bizning мәні 4 болады деген сөз. Демек мынадай да минус қосса да плюс қосса да біз ауыспайды. Бұл деген біз шексіз плюс y шексіз кете беретін болғандықтан бізде бұл жерде парабола пайда болады. Нөлден пайда болады. Дәл осылай өзгере беретін болады. Енді y-тің x-ның кубынан шығарып көрелік. X y өзінде y x-ның квадраты бір қояйық. Y-іміз сол кезде бізде бірге тең болады. Ал минус бір қоятын болсақ, минус бірдің өзіне тең болады. Дәл солай. Бізде y кубтың графигі бізде былай екі жаққа кететін болады. Бірінші және үшінші теңдерлерде орналасатын болады. Ал бізге келесі функцияның графиктерін түрлендіру. Функцияның графиктерін жылыстау толтыру немесе шоғырландыру түрлендіру деп аталады. Енді оның түрлеріне келетін болсақ, жоғары жылыстау бізде x y өсу бойында егер біз y бойынша жылыстайтын болсақ, санды егер функцияға сан қосатын болсақ, ол бізде y өсу бойынша жылыстайтын болады. Плюс сан қойсаңыз ол бізде жоғары қарай жылыстайтын болады. Ал егер минус сан қойсаңыз бізде ол төмен қарай жылыстайтын болады. Бұл бізде y функцияға сан қосатын болсақ. Ал егер x y өсіне функцияның ішіне санды қосатын болсақ, бізде егер 10 сан қойсаңыз ол бізде минус шексізге қарай жылыстайтын болады. Бұл бізде минустар. Ал егер плюс сан қоятын болсаңыз, плюс сан қоятын болсаңыз минус шексізге қарай жылыстайтын болады. Ал егер минус сан қоятын болсаңыз бізде плюс шексізге қарай жылыстайтын болады. Соны мысал келтіре кетейік мына есепке. Бізде бұл жерде функцияның ішіне сан қойғандықтан бізде x y өсу бойынша функциямыз 10 сан қойған, демек бізде таңбамыз минус шексізге қарай жылыстайтын болады. Минус екі мына жерде орналасқан. Плюс екі осы жерде орналасқандықтан бізде минус екіге қарай жылыстайтын болады. Параболамыз бізде осы жерден пайда болады. Келесі бізде сызықтық функция. Сызықтық функция дегеніміз y тең kx плюс қандай да b дегеніміз k деген бұрыштық коэффициент болса, b деген синус нүктесі болады. График бұл дегеніміз сызықтық функция дегеніміз ол график түзу деп атасақ болады. Мысалы осы мына есепке мысал келтіре кетейік. Мысалы бізде x-іміз мына жерде x-тің мәндері, мына жерде y-тің мәндері бізде x-іміз бірге тең болса, нөлге тең болса, мына y тең 2 көбейтілген 4 қосылған және 1. Бұл деген бізде тең болады 1. X-іміз бірге тең болса, y-іміз бірге тең. Бірге тең. 1 қойсақ, y тең 2 көбейтілген 1 қосылған 1. Y-іміз 3-ке тең болады. 1 қойған кезде x-іміз бірге тең болса, y-іміз 3-ке тең. Дәл солай жалғастырып кете беретін боламыз. 2-ні қойсақ, y-іміз бізге 5-ке тең болады. Бұның графикін салатын болсақ, x y бойынша бізде мына жерде 1 делік. X-іміз 0 болған кезде бізде y-іміз бірге тең. Y мына жерде. Енді x-іміз бірге тең болған кезде бізде y-іміз 3-ке тең болады. Мына жерде. X-іміз 2-ге тең болған кезде y-іміз 5-ке тең болады. Мына жерде. Демек бұл түзу. Осылай сызылатын болады. Біз егер минус 1-ді қоятын болсақ, ол бізде үлкен ұзаққа пайда болатын дәл солай бұл шексіз кете беретін болады. Ол санның тең болуына байланысты. Ал енді келесі бізде парабола. Парабола деген сол квадраттық функция деп атасақ болады. Параболаның графигі бізде x y өсу бойынша x-тің x квадратқа келеді. Жаңа айтқаным бойынша парабола дегеніміз x квадрат. Параболамыз тең болады x квадратқа десек болады. Түбі мына есепке түсіндірме жасап кетейік. Енді төбесін табу формуласы бойынша осының x0-ін табайық. x0-ді табатын болсақ, бізде минус b бөлінген 2a болатын болса, тең минус пен b-нымыз бізде минус 4-ке тең, бөлінген a-мыз бізде 1-ге тең. Демек бізде минус пен минус жойылып кетеді. 4 бөлінген 2, демек жауабымыз бізде 2. X y өсі бойынша алатын болсақ, бізде 2-міз бастапқы нүкте 2 болғандықтан бізде параболамыз осы нүктеден басталатын болады. Бұл бізде парабола. Ал енді осы есеп шығарып көрейік. Біз ең алдымен бастапқы нүктесін табатын боламыз. Ол бізде x0-ді береді. x0 дегеніміз минус b бөлінген 2a. Бұнда x0-іміз тең болады. Минус бөлінген минус 6 бөлінген 2a болады. 2 көбейтілген 1. Бұл деген бізде 6 бөлінген 2-ге тең. Жауабымыз сонда 3 болады. Енді осы 3-ті қойып, y-імізді табайық. Y-ді табатын болсақ, 3-тің квадраты 6 көбейтілген 3 қосылған 5. Тең болады сонда 9 азайтылған 18 қосылған 5.
Demek bize bул жерде -4 чыгатын болот. Endi x, y өсү боюнча чыгарып көрөлүк. Y өсү боюнча бизде x нөлүмүз 3 тең. Мына жерде 3 болот. Мына жерде y боюнча -4 деп алып, сонда параболамыздын параболамыз биздин ошол жерден башталатын болот. Бизде келеси эсеп түзүү бизде 1/4 және де 3/8 нүктелер аркылуу өтөтүн болсо, биз мунун теңдөөүн калай табамыз? Биз эң алдымен мунун теңдөөүн табуу үчүн биз k-ны табып алабыз. K деген бизде коэффициент болуп табылады. Коэффициенттин формуласы боюнча y 2 азайтылган y1 x2 азайтылган x2 формуласы менен таба алатын болобуз. Бул бизде нүктелер бизде 1/4, бул бизде x1 және де y1 және де 3 пен 8. Бул бизде x2 және де y2 болуп саналады. Енді коэффициент табайық. x2 бизде y2 8-ге тең, y1-imiz 4-ке тең. x2-imiz 4-ке тең, x1-imiz 1-ге тең болот. Демек бизде 4 бөлүнгөн 3-ке тең. Коэффициент болсо тең. Енді бизде мына жерде кате кетти. Мына жерде бизде y2-imiz 3-ке тең экен. Демек мына жерде бизде 2 болот деген сөз. Тең болот. Бизде сонда коэффициентimiz 2-ке тең. Бул деген y тең 2x кошулган b деген сөз. Енді biz теңдөөүн табуу үчүн мына жерде b-ның маанын табуубуз керек. B-ның маанын табуу үчүн биз мына 2 нүктөлөрдүн бирөөнү коюп көрөтүн болобуз. Биз 1 менен 4-тү коюп көрөлүк. Демек бизде y-imiz 4-ке тең, x-imiz 1-ге тең. Кошулган b. Буну табатын болсок, 4 азайтылган 2-ге тең. Бул сонда тең болот 2-ге. Биздин теңдөөбүз y тең 2x кошулган 2. Корутундай келе биз бүгүн функциянын графиктерин және графиктин түрлөндүрүүлөрдү және де сызыктык функцияны және де параболаны түшүнгөн болобуз. Және де биз тақырыпка байланыштуу эсептер чыгардык және де мисалдар келтирдик. Бүгүнкү болсо келесі кездескенче сау болуңуздар.